Елордалық ана мен бала ғылыми орталығына қарасты онкологиялық бөлім бүлдіршіндері менің Астанам атты экскурсияға шықты. Шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 25 игі іс эстафетасы әлеуметтік жобасы аясында жүзеге асып отыр. Бастамашылары Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы мен Самұрық Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры. Бүгін эстафета аясында қалалық азаматтық кеңес мүшесі Рустам Итеміров өз қаражатына балаларға елорданы аралатып дастархан жайды. Екі этажды автобус серуен барысында Астананың ең көрікті жерлеріне аялдап, балақайлар естелік суретке түсіп жатты. Күрделі ауруларға шалдыққан бүлдіршіндерге ата-аналарынан бөлек дәрігерлерде бас көз болды. Балалар еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған. Көбінесе әуежай не темір жолдан ауруханаға дейінгі ғана жолды біледі. Сондықтан ұйымдастырушылар оларды сәулеті келіскен Астанамен жақынырақ таныстыруды жөн көрген. Айта өтейік, 25 игі іс эстафетасы одан әрі жалғасады. Шараға қосыламын деушілерге жол ашық. Өте қызықты шара өткізіліп жатыр. Бізге балаларға өте ұнап жатыр. Себебі біздің еміміз өте күрделі. Емханада бізге химиотерапия салынады, білсеңіздер. Сол үшін арасында балаларға бір мезгіл сергіп қайту ол өте қажет. Және де осыны ескеріп, ұйымдастырып отырған жандарға шексіз алғысымды білдіргім келеді. 25 қана қайырымды іспен шектеліп қалмаймыз. Себебі 25 Қазақстанның мүшесі, Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының мүшесі 25 қайырымды іс жасағаннан кейін бұл аймақтарға таратылатын болады, әлеуметтік желіде, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы.